Ассаламағалейкум, қадірлі көрермен. Қазақстан Ақтау арнасының тікелей эфирінде ауыл және әкім хабары, студияда Бекзат Қосай. Ауыл деген сөз естігенде менің үнбойымда қуаныш кернейді. Өйткені ауылдың ауасы таза, шөбі майса, суы мөлдір тұнық келеді. Бүгінгі хабарымыз Бейнеу ауданына қарасты Ақжігіт ауылы жайында болмақ. Алдымен ауыл тынысымен танысып өтейік. Ақжігіт ауылы 1969 жылы ауылдық кеңес болып құрылды. Аудан орталығынан оңтүстік шығыс бағытта 60 шақырым жерде. Бейнеу Қоңырат темір жолының бойында орналасқан. Жалпы аумағы 42.400 гектар. Ауылда жалпы білім беретін 2 орта мектеп, мәдениет үйі, сам ормандар және жануарлар дүниесін қорғау мекемесі, Ақжігіт бөбек жайы, дәрігерлік амбулатория халыққа қызмет көрсетеді. Халық саны 2909 адамды немесе 372 отбасын құрайды. Ауыл аумағында Мықтыбай, Бесшымырау, Сақау, Бернияз, Дарханбай, Шалғанбай, Қорым күмбез там тарихи мәдени ескерткіштері орналасқан. Ауылдық округ аумағында 19 шаруа қожалығы бар. Ауыл және әкім хабарында бүгінгі Ақжігіт ауылына арналады. Ақжігіт ауылының әкімі студияда қонақта Серік Қамысбаев мырза. Қош келдіңіз студиямызға. Енді өткен жылы келдіңіз, өткен жылы қараша айында бірнеше әңгіменің қарасын бері қарай қайырған болатынбыз, әңгіме өрбіттік. Бүгінде дәл осы әңгімелердің қаншалықты орындалғанын, қаншалықты жүзеге асқанын, қандай мәселелер шешілді, қандай мәселелер шешілген жоқ, осы жайында алда сізбен біз әңгіме өрбітетін боламыз. Қымбатты көрермендер, сіздерде қарап қалмаңыздар, қоңырау шалыңыздар, сұрақтарыңыз болса қойыңыздар, сауалдарыңызды WhatsApp арқылы жолдауға болады. Байланыс желіміз 30-34-50 немесе төменде көрсетілген WhatsApp желісі арқылы өздеріңіздің көкейлеріңіздегі сан алуан сұрақты қойып, тұшымды жауабын бүгінгі әкім мырзадан еститін боласыз. Сонымен былтыр қараша айында келгеніңізде жалпы көше жарығын жасап жатырмыз. Осы 2016 жылдың соңына дейін ауыл көше жарықтарын жап-жарық қыламыз ауылда деп уәде бергенсіз. Осы уәде қаншалықты орындалды? Жыл соңына дейін жұмыс бітті ме жалпы? Жұмыс бітті. Жоспарланған жұмысымыз ақша қаражаттың көзіне қарата біздің ауылға анау асфальт көшелер тартылған. Асфальт тартылған 2300 метр жерге. 3 көше тәуелсіздік, егемендік, бейбітшілік дейтін көшелер асфальттанған. Қазір тым жақсы болып тұр. Біз соның қапталынан жарық шамдарын қоюды жоспарлағанбыз. Өткендегі айтқандай, сол жарық шамдарын қазір тәуелсіздік көшесіне біздер қойдық. Ол жағып, қазір ел соның рахатын, ризығын көріп отыр. Енді тағы да болашақта жоспарлап отырмыз. Сол қалған 2 көшеге бейбітшілік және егемендік көшелеріне сол жарық шамдарын қоюды. Оны енді қаражаттың есебіне қарата жасаймыз. Былтыр енді тағы да бір әңгіменің барысында ауылға қоғамдық көлік, автобус яғни қатынап тұр, күніне 3 рет қатынайды, автобусымен жүріп бастап жатыр. Мінекей енді алда бір жақсы бет алып кетеді деп жоспарлаймыз, сенеміз дедіңіз. Сеніміңізді ақтап жатыр ма? Автобустар тұрып қалған жоқ па? Тоқтап қалған жоқ, бірақ ана 2 ортаның жолының қолайсыздығына байланысты машиналар енді көп сынады. Көп сынғаннан кейін сосын бұл көліктердің жүруіне де кейде техникалық бір негіздер пайда болып қалады. Содан біз ауданда тендерменен жеңіп алған, қазір 500 теңгеден үлкен автобус жүреді, жаңағы пазик дейтін, ішіне жаңа 24 орындығы бар. Одан басқа ауылдың тұрғындарынан патенті бар, кішкентай жаңағыдай микроавтобустар дейміз ғой, УАЗ көліктермен жүретін. Солар жүреді, 2 мезгіл таңертең жүреді, сосын әуеттің мезгілінде, түстің мезгілінде сағат 11-лерде. Жақсы қазір жүріп тұр, иә? Жақсы жүріп тұр. Одан басқа енді аудан орталығында қатынайтын рабочийларды, жұмысшыларды таситын вагон бар. Сосын мынау жаңа өзіңіз айтқандай, біз Бейнеу Қоңырат темір жолының бойында орналасқан елміз ғой. Бұдан дейтін жаңа Бейнеу Қоңырат пойызы жүреді, сол пойызбенен қатынайды адамдар. Бұл пойыздың жалпы ауылға жақсы себебі де тиіп жатыр. Ауылдың дамуына да өз үлесін
Ол Қосып темір жатыр жолдың дейтін, азды-көпті. елге дейтін көп пайдасы бар. Сол темір жолдың бойында дейтін жаңағы екі околотка дейді, екі бөлім жұмыс жасайды. Онда дейтін 32 адамға дейін жұмыс жасайды. Әрқайсысында 16-16 адамнан. Сосын онда жұмысшылар бар, жаңағы вокзалдың маңындағы жұмысшылар, темір жолдың, пойыздың қозғалысына жауап беретін жұмысшылар, жаңағы дежурный дейтін адамдар, сол жерде жұмыс жасайды. Сосын енді бұл пойыз дейтін енді ең тиімді көлік болып тұр ғой халыққа. Иә. Балшыққа да, қарға да қарамайды. Бұл дейтін жүреді, уақытында барады, уақытында келеді. Уақытымен жүріп тұрады, бір сөзбен айтқанда. Былтыр әңгіменің барысында ауылымызға тіс дәрігер маман жетпейді деп сөз қозғадыңыз. Осы маман не істеді, табылды ма? Жоқ, тіс дәрігері маманы қазір әзіргі таңда келе қойған жоқ. Әзір келген жоқ. Әзір келе қойған жоқ, бірақ орын дайын. Егер не болатын болса, біздер көмектесеміз, сұранысты беріп қойдық. Келемдеуші мамандар болса, мысалға дипломмен ауылға бағдарламасы бойынша дипломын қолына алған тіс дәрігерін қазір сіздің ауылыңызға аттанатын болса, немен қамтамасыз етесіздер? Бізде дипломмен ауылға келетін болса, арзан қолды үйлерге көмектесеміз. Енді біз сатып алып бере алмаймыз да, бірақ соны арзан бағасына орналастыруға көмектесеміз. Ауыл болып, ел болып, жұртшылық болып. Себебі дейтін ол елдің сұрап отқан нәрсесі. Сосын анау жеңілдіктер бар ғой, бағдарламалар. Дипломмен ауылға бағдарламасы менен жаңа бір жолғы жеңілдік 100 мың теңгеге дейінгі. Болмаса, егер жұмыспен қамтамасыз етесіз екен. Тиісті болып жатса, жаңағы сол дипломмен ауылға бағдарламасының жаңағы квартира тиісті болатын болса, соғанда жұмыстануға етеміз. Жұмыстанамыз жалпы. Орналастыруға. Былтыр бір сөзіңізді айтып қалдыңыз, маған қатысты емес, бірақ дегенмен біздің ауылымызға үстімен өтетін болғасын, біздің ауылымызға келе жатқаннан кейін жол мәселесі салынайын деп жатыр деген хабарды естуім бар. Салыну керек, алда 2017 жылы наурызда басталады деп отыр дедіңіз. Сол жол не болды, басталды ма? Ол жол басталды, кеше хабар. Қазіргі таңдағы осы Ақжігіт ауылдарының үлкен мәселесінің бірі ғой осы жол. Ауылдағы жаңағы айтып отқан көлік мәселесіне де, басқа ауылдың адамдарының, тұрғындарының аудан орталығына қатынау мәселесі де сол жолдың бойына болып тұр ғой енді. Бұл жол дейтін тек қана біздің ауылдың емес, бүткіл біз енді мына Қазақстанға кіретін қақпа ретінде, ана жақтан Өзбекстан Республикасынан өтетін болғандықтан кейін бұл жер біздің жер сол бүткіл Еуропаға, Россияға шығатын бір Қазақстанның қақпасы болып тұрған іспеттес. Бұл жерден түрлі-түрлі елдің азаматтары өтеді көлікпенен. Сондықтан бұл жолды бұл республикалық маңыздағы жол ғой. Жоқ, жол жасалып жатыр ма? Басталып жатыр мінекей. Басталып, жеңімпазы анықталды деп хабар келді. Бұл енді жаңағы көп жылдық еңбек. Бұл біздің облысымыздың тонау жоғарыда отырған ағаларымыздың, депутат ағаларымыздың, мына ауданды басқарып отырған жігіттердің зор еңбегінің арқасында келіп отырған дүние. Оңай нәрсе емес жол салуда қазіргі таңда, бірақ сол кеше анықталды деді. Адамдар бүгін ертең келу керек. Бұл 4 жылдық бағдарлама деп жатыр. Ақжігітке дейін толық жолды асфальттау жоспарында, солай ма? Жоспарында. Бұл және құрылысы Ақжігіттің басынан басталады дейтін. Ақжігіттен Бейнеуге дейін. Ақжігіттен Бейнеуге дейін, Ақжігіттен Тәженге дейін. Нақты жоспарлар қашанға дейін аяқтау бұл жоспар? Бұл енді 4 жылдық жоспар деп жатыр ғой. Биыл 2017-те басталса, 2020 жылға дейін пайдалануға береді дейтін жоспар бар. Біздің үмітіміз бар. Жақсы, түсінікті. Әрі қарай сұрақтымызды жалғастырайық. Былтыр ауылыңызға бардық, түсірдік, Ақжігіт ауылын арладық. Қандай өзекті мәселелер бар екенін көзімізбен көріп, түсіріп те келгенбіз бейнетаспаға. Соның бірі бірегейі балабақшаның үстінен жоғарғы кернеулі тоқ көзі өтіп жатқанын айттық. Сол тоқ көзін ауылға барғаннан кейін аламыз, реттейміз, басқа жермен жүргіземіз деп уәде бердіңіз. Уәде орындалды ма? Уәде орындалды. Осы жерде тұрып мен сізге сол бүгін ауылға барғаннан кейін қолға аламыз деп уәде беріп кеткенбіз. Ол уәде қыстың ішінде болса да, соны біз мынау желтоқсан айында қақап тұрған қыста аудардық. Жігіттердің күшіменен сол тоқты алып, елдің несін ризалығын алып, көрсетіп, мінекей алынды деп қазір ол басқа жерден өтіп жатыр. Алғаныңыз жақсы болған екен. Қазір аулақ қой балалардың ойнайтын мекенінен. Өйткені тоқ үзілетін болса, балалардың өміріне қауіп төнетіні ол айдан анық сол кезде көрініп тұрған.
өзге ол қауіптен біз құтылдық. Қазір ол жерге ағаш егіліп, балдардың ойын алаңдары жақсы болған екен. Қымбатты көрермендер, хабарласыңыздар. Байланыс желіміз бос. Мінекей бізге хабарласқан Орахан есімді көрерменіміз бар екен. Алғашқы тілдесейік. Серік азаматқа еңбегіне жасатқан еңбегіне табыс тілеймін. Жақсы. Көрегенді білікті бір әкім жақсы. Енді мынау жаңа айтып жатқандардың бәрі өте орынды. Енді алдағы уақытта осы жігіттің еңбегі жемісті болсын деген тілек білдіремін. Рахмет. Жақсы, рахмет сізге де. Сәттілік тілеймін сізге. Сұрақтарымыз орынды. Енді ауылға қатысты маңызды бар мәселелерді әрі қарай талқылайық. Былтыр көтерілген мәселелердің бірі 130-дай су, 130-дай үй, ауыл сусыз отырмыз деп арыз шағым берген болады. Сусыз отырғанда әрине үйлеріне Ақбұлақ бағдарламасы бойынша су бармаған. Бұлай құдық бар ғой енді. Мүлдем сусыз отыр деуге келмес. Бірақ дегенмен де ауылдың мына бетінде су бар, мына бетінде су жоқ. Құбырмен су ішпейді. Енді бұл ауылға құбырмен су қашан келеді өзі? 2 жыл бұрын осыдан тоқтап қалды. Ол не себеп тоқтап қалды? Неліктен басталған жұмыс аяғына дейін жетпеді? Бұның сізге хабарын берді ме өзі? Бұрын хабары өткенде де айтқан болатынмын. Мына ақша қаражаттың игерілуіне қарата ғой, мөлшеріне қарата, сол жеткен жеріне дейін қазір ауылға су тартылды 64%-не. Енді қалған теміржолдың батыс бөлігі бар, ол теміржолдың астынан су дейтін несі өтіп тұр, траншеясы түгел тұрбасы салынып өтіп тұр. Енді тек қана ауылдың ішіне тарту қалып тұр. Бұны бізді ауылды сумен қамтамасыз ететін ешқандай баламасыз мынау кім Маңғыстау сушар дейтін бөлімше бар. Соның майлы Ақжігіт дейтін бөлімшесі бар. Ақжігітте орналасқан сол мекеме Маңғыстау сушардың облыстық бөлімшесі қазір жоспарды тағайындап жатыр. Күзге дейін суды тартып береміз деп отыр. Күзге дейін? Күзге дейін 10 километр жерді суменен құбырменен қамтамасыз етеміз. Ауылдың мына бетін 130 үйге құбырмен су барады деп отыр. 125 үй бар, 125 үйге құбырмен суды тартып береміз. Күзге дейін, солай ғой, дұрыс түсіндік қой. Өйткені ертең күзде тағы да сұхбат жүргізуіміз мүмкін, сол кезде бәлкім 130 үй су келді деген хабарыңызды естейік. Жұмыстанасыз ғой осы мәселе бойынша? Жұмыстанамыз. Қазір дейтін енді мен рабочий проектісін, жаңа жұмыс проектісін қолымызға алып отырмыз. Енді бұл ар жағынан ақшаны күтіп отыр. Болды. Жақсы. Күзде бір жақсы хабармен келеді деп сенейік. Осы ауылға тағы да, осы ауылға қатысты мәселе, негізгі темір жолдың мына бетіндегі ауыл ондай қатты дамымаған десек артық емес шығар сөзіміз. Өйткені переезден бұлай өтсе, асфальт та жоқ, басқа да жоқ, бәрі бітеді екен. Енді переезден өтіп ауылдың ішіне кіргенге дейін жол мүмкін емес. Былтыр құммен төсеп көмектеміз дедіңіз, бірақ құм төселгеніне керек қыста, күзде, көктемде, кешегі жауындардан кейін тағы да талқан болатын сөзсіз. Енді осы жерді реттестіру, ең болмаса осы аралыққа азғандай ауылдың ішіне кіріп кеткенше асфальттау жоспарда бар ма? Жоспарда бар. Жоспарда бар болғанда ол жерге дейтін біздер өзіміздің күшімізбен, ауылдың тұрғындары мен ішінде осы ауыл әкімі бар, жаңағы кәсіпкер жігіттер бар, болып 1 километрдей жерге топырақ төктік. Оны жақсылап тұрып үйдік. Ешқандай жаңағы су келмейтіндей. Бұл енді былтырғы. Кеше қар ерген кезде соның үлкен пайдасы дейді. Тұрғындар да өздері айтты. Бірақ енді оны біз тегістеп алуға әліміз келмей қалды. Себебі анау грейдер дейтін, сосын ана топырақты, үйілген топырақты таптайтын жаңағы әдей арнайы техникалар болмай қалды да, біз тоқтап қалдық. Енді мына келіп жатқан мекемелерден біз көмекті аламыз, көмекті береді, тағы да жігіттер сол ауылдың ішіне орталық жолдан, енді әр үйге болмағанмен де орталық бір көшеге мына қиыршық тасты табанды жол төсейміз. Переезден бастап орталық көшеге дейін, орталық көшені түгел. Орталық бір көше өзі, 2-3 көше бар сол жерде, бірақ орталық бір көшеге біз төсейміз. Переезге дейін төсейсіздер. Солай ғой. Переезге дейін уже ана несі негізгі бөлігіне құрам төгіліп тұр. Өткелден өткеннен кейін жүру мүмкін емес. Бұны көргенбіз. Жалпы ауылда жұмыссыздық мәселесі бар. Бұны жоққа шығармайсыз. Қазір қанша жұмыссыз? Қазір дейтін енді ресми тіркелген 6 тұрғын бар. Бар жоқ 6. 6 адам. Бірақ біздер айтамыз, жұмыссыздыққа тіркел деп,
біздің берген жұмысымызға енді тұрғындардың көбісі қанағаттанбайды. Олар мынау шабашки дейді ғой, жаңағы жалданып жұмыс жасағанды тәуір көреді, соған кетеді. Бірақ соған қарамастан біздің ауылға келіп жатқан, жаңа мен бір сөзімді айтып кеттім, мынау ескі газ құбырларын қазір жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Соған біз ауылдың адамдарын орналастырып жатырмыз. Кеше мен бер қарта шығардың өзінде оның үстінде адам сол мекемеге жұмысқа кірді. Сіздің ауылдың адамдары? Біздің ауылдың адамдары. Бұл ресми тіркеуде емес па? Бұл ресми тіркеуде емес. Ал тіркеудегі 6 адамды азайту? Тіркеуде 6 адам бар, 6 адам дейтін бұл біздің жоспарымыз бойынша мынау әлеуметтік қоғамдық жұмысқа тартамыз, жастар практикасына тартамыз. Сосын бірінші кезекте біз енді жұмысқа алғанда анау үйдің, семьяның, жанұяның жағдайына қарап, әл-ауқатына қараймыз. Сосын жаңағы енді диплом, мамандық сәйкес келу керек. Сонан соң жұмыссыз кісілерді де жұмыссыздыққа тіркегенде ол әуелде жұмыстан не үшін шығып қалды, қанша жерде жұмыс жасады, не іздемесіне, бәріне. Соның барлығы ол... Не үшін ол кісі жұмыс жасамайды? Басқа халық жұмыс жасайды, неге ол кісі жұмыс жасамайды? Осының бәріне қарайсыз ғой. Тәртіп бар, тәрбие бар. Дейтін есепке алынады ғой енді. Ол тәртіп, ол жұмысқа дейтін адам негізі жақсы, түсінікті. Жұмыссыздықпен күрес жүріп жатыр, бір сөзбен айтқанда. Кеше елбасымыздың мақала шықты, рухани жаңғыру. Қалай түсінесіз осы сөзді? Болашаққа бағдар? Енді бұл бірінші тәрбие ғой, біздің ұлтымыздың тәрбиесі. Мына соның ішінде елбасының кешегі баяндамасының ішінде мынау ауылға патриоттық тәрбиені көбейту. Бөлу. Бізден шыққан кәсіпкер азаматтар бар. Ауылдың өзінде нақты қарағанда сол жігіттер біздің ауылымызға мінекей аздап қол ұшын созса, көмектессе, елдің елдігін білдірсе. Көмектесіп жатыр ма қазір? Көмектесіп жатыр. Енді анау жастарға дайындалуға не етеді, секцияларды ашып беріп жатыр көмегімен. Сол жігіттер көмектесіп, жаңағы ең болмағанда төсеніштерін алып беруге, құралдарын алып беруге жаттықтыратын, ақшасыздымсыз. Сосын енді мынағы ауылдың ішіндегі кез келген жұмысқа, тазалық жұмысына, техникасымен болсын, басқасымен болсын, ондай көмектерін аяп жатқан жоқ. Бірақ әлі де біз сол жігіттерден күтеміз ғой енді. Әлде де үміт күтесіз? Әлде де үміт күтеміз. Қолдау күтесіз? Жаңағы қазір мемлекеттік жекеменшік қанша кәсіпкер бар жалпы сізге осы ауылға туған жерім, туған елім деп қарасып, көмектесіп жүрген? Енді басқа жақтан ешкім әкеліп жатқан жоқ, сол ауылдағы кәсіпкерлер ғой біздің жасап жатқанымыз. Бір 5-6 жігіт бар. 5-6 азаматтар бар. Енді былай азғантай, мына шетелдерде де сондай ғой, енді қарап отырсақ, біреу 500 теңге берсе де, 200 теңге берсе де, сол ненің жаңа шараның қатысушысы. Ал біздің елде де бар ондай адамдар, көрінбей көрсетіп жатқан. Мысалы, акциялар өтеді мектепте. Анау оқу айлығына байланысты мүжалсыз отбасылардың балдарына көмектесіп жатыр. Біреу 10 мың теңгеден, біреу 100 теңгеден, біреу 200 теңгеден. Мысалы, кешегі неде 24-26 миллионға дейін, мың теңгеге дейін көмектескен адамдар бар. 5 жанұяға оқушының оқу құралдарын қамтамасыз етіп жатыр, қысқы киімдерін алып берді өткенде. Соның барлығы біздің кәсіпкерлеріміз. Жалпы азаматтар бар ауылға қарасып жатқан. Әлде де үміт күтесіз, әлде де қолдайсыз. Осындай эфир келгенде соларды үлгі етіп айтып жүрсеңіз, болашақта ауылдан мен сондай кәсіппен айналсам деп армандап, бала өсіліп жетіп, ертең туған елге көмектесіп, азықта қазық болатын жандар көбейсін деймін. Әрі қарай жалғастырақ. Жалпы енді ауыл және әкім болғаннан кейін хабардың аты ауыл жайында бір қысқаша тоқталып өттік. Жалпы енді өзіңізге келетін болсақ, ән айтқанды ұнатасыз ба негізі өзіңіз? Әу демейтін қазақ жоқ дейді ғой былай. Қай уақыттарда айтасыз? Үйде, балдарымның қасында. Енді біз біреулер оңашада айтқан жақсы көреді. Тікелей эфирге шығып кетіп жатқан жоқпыз да, бірақ сол жанұямызбен бірге. Мектепте қалай оқыдыңыз? Мектепте жақсы оқыдық. Жақсы оқыдыңыз ба? 5 па бірыңғай? Жоқ, бірыңғай 5 емес те, 4-іміз бар, 3-іміз жоқ. 3-іңіз жоқ қой. Жалпы осы балаларыңыздың сабағына өзіңіз қалай қарайсыз? Жеке қарап тұрасыз ба? Мен балдарым қазір бітірді, тек бір ғана балам бар. Балдардың сабақтарына өзім қарадым. Қарадыңыз ғой? Балдарымның барлығы жоғары оқу орнында оқып жатыр.
ешкімнің көмегінсіз. Жалпы өзіңізге таңдаған мамандығыңыз үшін қазір өкінбейсіз бе? Жоқ, соның жемісі. Біз мамандықты бір жағынан өзіміз таңдадық, бір жағынан әкенің айтқанын тыңдадық. Әкеміз айтты, біз соған құлақ астыңыз? Құлақ астық, бірақ соны бір жағынан жақсы көрдік. Біздің кезіміздегі оқытқан ағайларымыз, апайларымыздың жүріс-тұрысынан біз үлгі алдық. Жалпы осы үлгі деген нәрсені қалай түсінесіз? Үлгілі болу, үлгі деген тәрбие ғой. Тәрбие. Үлгілі болу, үлгі көрсету. Үлгі болу. Үлгілі жанұялар көп па ауылда? Үлгілі жанұялар бар. Мұғалімдер династиясы бар бізде. Анау Төлеш дейтін ағамыз болды. Қазір Шығапайымыз бар ауылда отырған. Үлгілі жанұя. Қазір Бақыт, Шаршаған дейтін аталарымыз бар. Үлгі болатын, елге ақылын айтатын. Анау сондай біз... Жалпы ауылдың той садақасына араласып тұрасыз ба? Ауылда той садақа деңгейі қалай өтеді? Қазіргі таңда енді садақаларда сөздің шыны керек, ысырапшылдық көбірек елең алып кеткен. Қонағасына деймізді, әрі қарыларды соямыз, ертесі күн садақасы деймізді, тағы да мал соямыз. Малдың бар екен сөзсіз бар ғой енді, бірақ мал бар деп те өйтіп сойып шығындала беріп, жазды күндер тіпті ол желінбей қалып, малдың өзіне кетіп жатқан кездерде болады. Мен жалпы ауылдың әкімі болғанда мен сол ауылда өстім ғой. Сол ауылда кішкентай күнімнен, сол ауылда тудық, сол ауылдың мектебін бітірдік, сол ауылда өстік, сол ауылда жұмыс жасап жатырмыз. Сол ауылмен біргеміз, бірге қайнасып келе жатырмыз. Ол ауылдың үйінде қандай нәрсе болып жатқаны менің көз алдымда, менің ойымда, мен сол ауылмен біргемін. Сол ауыл той жасаса да соның ішінде жүремін, сол ауыл садақа жасаса да соның ішінде жүремін. Сол ауылды тәртіпке шақыратында біз өзіміз, бізден басқа ешкім оны жасап бермейді. Енді ысырапшылдыққа келетін болсақ, біздің өзіміз үлгі болып садақаны жасадық. Садақаны жасағанда дастарханның үстіне анау ел айтып атқандай ешқандай ысырапшылыққа жол бермейік дейтін әңгімелерді айтып, ауылдың ақсақалдары болып, сондай садақаны жасадық. Тым жақсы өтті. Ол да ақсақалдарымыз азайып жатыр ғой қазір, иә? Қазір енді сол ысырапшылдыққа жол бермеу дейтін мәселе бас тақырыпта тұр. Мысалы, садақаның өзінде кейде торт қойып жатады, тағы әртүрлі суандар қойып жатады. Бәлкім кісі шығыны болған үйге бұл нәрселер керек емес те шығар, дастарханға қойып. Біреулері баласының тойын жасау үшін кредит алып та жатады. Бәлкім бұл да дұрыс емес шығар. Осы тоймен садақаны ауылдың әкім ретінде өзіңіз қолға алып, халықтың қарызға батпауына, аяққа тездетіп тұруына өзіңіз қосыла жүріп атсалыссаңыз, бәлкім бұл да... Елмен біргеміз ғой. Елмен біргеміз. Соның жақсы, ауылдың жақсы болғаны бізге жақсы. Ол жаңағы ысырапшылдық дейтін ол әуелде де Алла тағала жаратпайтын нәрсе ғой енді. Айтылып жатыр. Әділбек есімді көрерменіміз бар, бізге қоңырау шалған. Тілдесейік. Тікелей эфирдесіз, тыңдап тұрмыз. Ассалаумағалейкум. Ауыз болған хабарлап тұрмын. Тыңдап тұрмыз, тікелей эфирдесіз. Айта беріңіз. Бейнеумен тәжен ортасы қайбасы аспет жол салынады екен, соны сұрайын дедім. Бейнеумен тәжен ортасында. Жақсы түсінікті. Жаңа айтылды, Бейнеуменен тәжен ауылының ортасында мінекей бүгін ертең басталады. Адамдары келді. Осы ақтауға Бейнеуге де келіп жүр деп естідік. Осы келесі аптаның орталарында техникасымен бәрімен келеді. Және құрылысы Ақжігіт ауылынан басталады. Биылға енді топырақтарын етін шығар, ол 2 жылдық. 4 жылға жоспарланған үлкен жол. Жалпы ауылдың жоспарымен бөлсе өтіңізші, осы 2017 жылы Ақжігіт ауылында қандай жоспарлар бар? Басқа. 2017 жылға жоспарлар енді мектептің алдағы 18 жылғы жоспарлар. 2017 жылға біздің жоспарлап қойған жоспарларымыз мына мектептің жылу қазандықтарын өткізу. Сосын мектептің жылуын өткізу, ана орталық клуб бар біздерде, мәдениет үйі дейтін. Соның жылу қазандығын неден өткізу, жөндеуден. Сосын жаңағы айтқан мына батыс беттегі жаңағы 2 құрам деп аталады. Бірінші құрам бөлігі, екінші құрам бөлігі. Екінші құрам бөліктегі ауылға су жүйесін тартып беру. Сосын мынау газ жүйелеріндегі жөндеу жұмыстарын аяқтау.
биылғы жылға, осы 2017 жылға болып жатса. Сосын жаңағы мектепті орталық суға қосу. Осының бәрі жұмыс. Сосын біз бұрын дейтін 2016 жылы анау жол картасы дейтін бағдарламамен қыруар жұмыстар жасадық. 5 километр жерге ауылға жаяу жүргіншілер жолы төселінді. Соның кешегі көктемнің кезінде, алайсан кездерде халық игілігін көрді. Енді соны біз бірақ күтіп ұстауымыз керек. Үстімен жаңағы машинамен жүрмей, мотоциклмен кетпей, сондай таза ұстасақ, ол бар ма қазір мотоциклмен үстінен өтіп, машинамен көтіп жатқандар? Кездесіп қалады ғой, ел болғанда. Қарап, тәртіпке шақырып. Тәртіпке шақырылу керек. Өйткені ауылдың болашағы ауылдың тұрғындарының қолында. Жасаған нәрсені алып қирата берсе, онда бұл жол енді қашан төселетіні белгісіз. Сол себептен күтіп, қарап ұстаған әрине нұр үстіне нұр болады дейсіз. Жақсы, ауыл және әкім хабарының кезекті айдарына кезек береміз. Шыныңызды айтыңыз деп аталады. Бұл айдарда әкім мырза сізге тосыннан 10 сұрақ қойылатын болады. Осы 10 сұраққа иә немесе жоқ деп жауап беруіңізді сұраймыз. Дайынсыз ба? Дайын болсаңыз бастайық. Жақсы адамсыз ба? Ел береді ол. Иә немесе жоқ? Иә. Несиеңіз бар ма? Бар. Атқарған ісіңіз көп пе? Орташа. Иә немесе жоқ? Бар, иә. Иә. Ауылды жаяу аралайсыз ба? Аралаймыз. Уәдеге беріксіз бе? Жама келгенше беріп боламыз. Иә немесе жоқ? Иә. Өтірік айтасыз ба? Өтірікті анда-санда айтып. Иә жоқ. Қалай? Жартылай. Жоқ, жартылай деген болмайды. Иә немесе жоқ? Жақсы, спортпен шұғылданасыз ба? Жоқ. Ұзақ жыл әкім боламын деп ойлайсыз ба? Иә немесе жоқ? Жоқ. Жақсы, бүгін біздің сұрақтарымыздың бәріне шынайы жауап бердіңіз бе? Шынайы жауап бердік. Жақсы, рахмет сізге, Серік Мекебайұлы. Енді ауыл тұрғындарына айтар сәлем, жолдар тілегіңіз болса, сөз кезегі өзіңізде. Мәрхабат. Құрметті ауыл тұрғындары, аман болайық, сау болайық, еліміз тыныш болсын. Біз қай кезде де бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығаратын еліміз ғой. Ақжігіт ауылының әуелден ынтымақты, бірлікте дейтін атағы бар ауылымыз. Бұл Бейнеу ауданының Қарашаңырағы саналатын ауылымыз. Сондықтан сол атағымызға кір келдірмей, ақсақалдарымызды сыйлап, кейінгі інілерімізге үлгі болып жүрсек, соның артық ештеңе жоқ. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Осымен қымбатты көрермендер, ауыл және әкім хабарымның осы маусымдағы кезеңі аяқталды. Қош, сау болыңыздар.